Біз сіздерге Чистый пруды аймағының қызық жерлері туралы айтқымыз келеді. Сіздер үшін таныс жер ме? Чистопрудный бульварда Абайға арналған ескерткіш орналасқан. Ол 2006 жылы орнатылған. Абай қазақ ақыны, композитор, ойшыл, қоғам қайраткері және 19 ғасыр мәдениетінің реформаторы. Ол қазақ әдебиетіне көптеген өлеңдер мен поэмалар, сонымен бірге белгілі қара сөздерін жазып қалдырған. Оның орналасуы тектен-тек емес, себебі осы арада Қазақстан Республикасының елшілігі орналасқан. Бұл ескерткіш Қазақстанның Ресей астанасына табыс еткен сыйлығы, ол қымбатқа түсті, $1 миллион астам. Ескерткіштің авторлары ақыны данаға лайық ойшыл кейпінде бейнелеген. Тас тоғырдың бетінде өшпес сөздің жаратушысы мәңгі деген жазбаны көре аласыздар. Өте әдемі, солай емес пе? Инстаграмның жұмыртқа байланысты жақын челлендж естесіктейсіңдер ма? Ол көп лайктар алды. Біздің қанша лайктар алады, кім біледі? 2002 жылы жұмыртқа сияқты үй құрылды. Ол дауының орталығы болған. Кейбір адамдар онымен тыңғылады, ал басқа оның жыратпайды. Алғашқыда үй патриарши прудыда орнатқысы келеді. Бұл Булгаковтың «Роковые яйца» атты роман оқсайды. Бірақ тапсырышы осы жобадан бас тартқан. Үйде 4 қабат және 5 бөлме орналасқан. Қазіргі уақытта онда ешкім тұрмайды. Орыс көпесі Василий Перлов осы шаймен көрсінің қойы 1875 жылы ашты. Оның салғанына 100 жылдан астам уақыт өтті. Перлов отбасы шайды Қытайдағы көтерме базарлардан сатып алғандықтан, оны Ресейде арзанырақ сатуға мүмкіндік берген. Осылайша Перлов отбасының арқасында қарапайым адамдарда шай іше бастайды. Дүкенді Қытай стилінде безендірген Василийдің ұлы Сергей болып табылады. Ол Азия мәдениетінің үлкен табынушысы болған. Сәулетші Карл Гиппиустың көмегімен ол ғимараттың безендіруін өзгертіп, дүкеннің ішіне қобдишалардан бастап суреттерге дейін әртүрлі азиялық құнды заттарды қойған. Сіздер қос Қытай сауытын ірі шынының астынан қазір де дүкеннен көре аласыздар. Гиппиус үйді айдахалармен, өсімдік әліптес өрнектермен, ал төбесін жалатылған алтынмен безендірілген. Есі керемет. Егер қазір сіздің келуге мүмкіндігіңіз болмай тұрса, сіз бұл дүкеннің ресми сайтындағы виртуалды түріне кіріп қарай аласыз. Егер сіз Чистый пруды аймағына келіп мәдени демалғыңыз келсе, онда бірнеше жергілікті театрларға бару мүмкіндігі көп. Бұл жерде «Etc», «Современник» пен Олег Табаков атындағы театрлар орналасқан. 1956 жылы жас актерлер «Современник» атты театр орнатты. Олардың арасында Олег Ефремов, Олег Табаков және Галина Волчек болды. Алғашқы күндерден ақ театр оны аты растаған. Театр репертуарында заманауи шығармаларды қосады. 1973 жылы жас авторлар ретінде Шыңғыс Айтматов және Қалтай Мұхамеджанов шақырылды. 25 марта Сережа. Олег Табаковтың баласы ескі көмірлі төледе Чаплыгина көшесінде дүниеге келген. Осы үйде Ленин Максим Горькиймен кездесті. Студия көп бейресми аттар алды. Мысалы, Төле театры және Табакерка. Қазіргі уақытта театрдың көркемдік жетекшісі Владимир Машков болады. Егер қарныңыз ашатын болса, Чистый пруды дәмді тамақтанып алуға болатын ең жақсы аудандардың бірі. Сіздер есепсіз көп мейрамханаларға кіре аласыздар.
Безге чистый пруды вытел найде. Алсыз дирге комментарийлер жазыңыздаршы. Сау болыңыздар.